Сәлем балақайлар, мен көңілді де мейірімді жеміс гүлмін. Сендерді көргеніме қатты қуаныштымын. Бүгін мен сендерге керемет тапсырмалар әкелдім. Қане менімен бірге орындайық. Балалар, енді бірінші тапсырманы назар аударайық. Алдарыңда парақ берілген. Оның үстінде көкөністер мен жемістердің суреттері бар. Сендердің міндеттерің сол суреттердің жартысын тауып, оларды құрастырып, атауларын атап беру керексіңдер. Жарайсыңдар, менің бірінші тапсырмамды керемет орындадыңдар. Ал енді екінші тапсырмам. Алдарыңда дөңгелектің ішінде әртүрлі түстер берілген. Сендер сол түстерге сәйкес жеміс пен жидекті және көкөністерді орналастыруға жетсіңдер. Жарайсыңдар, менің екінші тапсырмамды да керемет орындадыңдар. Үшінші тапсырмам көлеңкесін табу ойыны. Алдарыңда жеміс пен көкөністердің суреттері берілген. Солардың көлеңкелерін табу керексіңдер. Енді шығармашылық жұмысқа көшейік. Сиқырлы шырын тәжірибесі. Балалар, сендер шырын ішкенді ұнатасыңдар ма? Қане, өзіміздің жасыл шырынды шеберханамызды жасайық. Пластикалық бөтелкенің сыртына әртүрлі жеміс пен жидек көкөністің суреттері жабыстырылған. Бөтелкені шайқағанда олар түрлі түске боялады. Екінші шығармашылық жұмыс сәбізді толықтыр деп аталады. Сәбіздің ішіндегі бос орындарды ермек сазбен толықтырамыз. Рахмет, достар! Рахмет, еңіскіл! Мені балалар керемет етіп, ермек сазбен жабыстырып, құрап берді. Жарайсыңдар балалар, сендер бүгін керемет жұмыс жасадыңдар. Барлығын өте белсенді, ақылды және тапқырсыңдар. Рахмет сендерге.